Ишгалжилер Сибирский Донец өзенінден кече Лисичанск шерінде өз позицияларыны пекіте. Баштапта білдіргенлеріне көре, Украина аскерлері руслар тарафындан веран алына кетірілген Лисичанск шеріні мүмкін олғаны қадар мұдафа етіп, өз аятларыны сақламақ үшін чекілмеге мечбур oldu. Украина арбелері анда өз позицияларыны мұдафа еткені вақыт душманны чоқ ғайып қауғыратты. Бутон yönelişten toplaşkan raşistler 10 kere ziyade silahın temin etilip, Lysachansk'ны toxtamadan ucum eteydi. Baştapta aytkanlarına göre bu alda irade gücü yardım etmez. Ukrayna ordusu da çok silaha muhtaç. Ukrayna prezidenti Lysachansk şehrini mutlaka kaytacakmız. Ama askerlerimizin ömürlerini saklamak için biraz beklemek gerek dep kaydetti. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Баштапның мәліметіне көре, шымды душман Украина мәйджелеріні Бахмутка өзені бойы ерлешкен Сиверск, Федоревка, Бахмут сыңырына чекілмеге мечбур етмеге ниетлене. Душман дигер жібек қысмыларында да ағыр силянен атеш açып, уджымге кече. На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ. Успіху немає. Рус мермелері патлағаны вақыт yüz берген бұйық яңғын ве фейерверк. Украина силалы ховетлерінің қара ордулары. Донецк билетіндеки Снежне шерінде душманнан мермелер анбары уджум етілмесі аққанда білдірді. Олардың мәліметіне көре Снежнянский химмарш заводы жібарында патламалар іштілді. Анда июнь айының сонында рус арбитехникасының базасы yok етілді. Шер сакинлерінің сөздеріне көре бұл базаға .U адлы екі ракета урды. Киевдеки Азиз Володимир кафедраль кілсесінде Северодонецк үшін урушта иляк олған Қырым сакина Владислав Богдановичтен ведалаштылар. Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжілігінің мәліметіне көре Бодя тақма ады олған аскер Ялтада доғған. Анасы белі гонылы Лариса Китайска. Қырым ишғал етілген сон Владислав рус махсус қызметлері тарафындан тақып етілі башланды. Біразданы серкек ярамаданы терк етті. Русия Украинаға қарышы женкнің яңы фазасыны башлатқан сон Владислав четте қалмады. Оның көзлері зайыф көргенне бақмадан Закарпатия бригадасының теркімінде гоноллы оларақ Украинаны имайы етмеге кетті. Июнь айының сонында есе Владислав ишгалжелерінің майынларынан яраланып еляк oldu. Змеиный адасында Украин байрағы тікленді. Анда арби операция екунленді. Бұны пивден оператив командалығы матбуат мерkezінің yol başçысы Наталья Гуменюк білдірді. Украин арбилері Змеиный адасындан ишгалжелеріні қуып, анда қалған рус техникасыны бозық деміралына кетірді. Ишгалжелер тез қайықларынан қачқанда, оларны қырыжы учақлары қору еді. Рашистер санкедерсін олар өз истегінен андан чекілгенін айтты. Наталья Гуменюк арбилері Украина женібінен дигер yönelişlerinde de ilerileydi. Нарешті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо. Так, на суходолі ворог не має успіхів в просуванні, тому використовує наразі тактику авіаційних і ракетних ударів.
Рашистлер жива полурак мескен мааллерге атеш ача. Улар Херсон вилаетіндеки Нововоронцовка қасабасы, Высокопилья территориаль бірлешмесі ве Миколаев вилаетіндеки Высонск койына смерч реактив системаларының ұжыметті. Бұның нәтижесінде инсанларының евлері, кой хожалығы топрақлары ве инфраструктура виран олды. Пивден оператив командалығында ешгалжелер деңізден ракеталарын учура білгенні тенбиелей. Корабельне угрупування ворожого флоту з одного великого десантного корабля, 3 надводних і 1 підводного ракетоносців мають разом на поготові 28 ракет типу «Калібр» і продовжують блокувати судноплавство в територіальному морі і виключний морський економ в зоні України. Ешгалжелер ордусында қызметтен қачынып арби жинайетлеріні япмамақ. Бөле чағыруынен Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігі ярмадада яшаған Украин ватандашларына мұражат етті. Темсілжілікте білдіргенлеріне көре, кеченлерде Ешгалжелер мемориетінің сайтында Қырымның Ешгалжелер елбасшысы Сергей Аксеновның бір ферманы пейда олды. Бұл весиқада сөз Қырым сакинлерінің женке желп етілмесі бойы яңы комиссия тешкіл етілмесі аққында кете. Бұнен бәрабер Ешгалжелер РШР ве койде де айры күчік комиссияларыны құрмаға вады етті. Темсілжілікте аңлатқанларына көре, бұл руслар инсанларыны ватанға қаршы женке желп етмеге планлаштырғанны таздықлай. Бұндан да ғайры Украин гражданларының рус ордусына чағырылмасы, женк вақтында арби олмаған иәлі қорчаланмасы аққанда Женева аңлашмасыны бозмақта. Саботуйте рішення окупантів. Пам'ятайте, ваше життя – найдорожче, що у вас є. Якщо ви все ж не зможете уникнути мобілізації і вас залучатимуть до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Цим ви збережете своє життя та не виконуватимете злочинних наказів. Виконання злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, будуть кваліфіковані як злочини без строків давності. Отже, рано чи пізно ви понесете передбачену законодавством України та міжнародним правом відповідальність, навіть якщо ви були мобілізовані на війну з Україною примусово. Телекесізлік, біршейні ішлеп чықара білув, ешіл технологиялар, маниясызлық, яңы іш ерлері, яңы ішханелер ве аземи шефафлық. Украина президенті Володимир Зеленский свечренің Лугана шерінде өткерілген Украинаның ғайрыдан құрылмасы бойы конференция иштиракчылары ile овиран олған регионларының яңыдан тікленмесінің насыл көргенні пайлашты. Зеленский ислатларына кечірмек керек деп Украинаның ғайрыдан құрылмасы бойынша демократик дүнияны бірлештірежек бұйық ислят олажағыны қайдетті. Украинаның ғайрыдан құрылмасы бойынша конференция 2 күн девамында өткерілежек. Оңа 40-тан зияде девлет ве 20-ден зияде халқара тешкілят давет етілген. Я вдячний Європейській комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Однак всі ініціативи, плани, амбіції мають бути в єдиній системі, в якій не тільки потреби, але й відчуття українців будуть на першому місці. Тому Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю, раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовуватись на відбудову.